бота сендердің мына біреу товарларың керемет екен. Мынаны алғаш сен бір әкеп бергенде бұл неме дейсің деп мән бермеген. Онан бір күні мен мына аяғыма бір теміретке ұқсаған нәрсе шыққан. 3 жыл болған, ол жазылмайтын. Айдың басында үлкейіп шығып, баяғында қайтып кішірейіп осылеп жүріп жүретін. Өз қатты қышиды. Соны осыны қайтар екен қызығын көрейінші, осыны мақтап жүр ғой деп әккен жақтым. Бірінші күн жақтым, жұмсақ көрім болды, ертеңінде 2 рет жақтым, мен жоғалып кетті. Содан мынау жақсы нәрсе екен деп тығып қойып жүредім. Bir күні тісім ауырды, түнде. Жаңағы жақсылығы тіске қандай пайдасы бар ма екен деп тісіме, сіреңкенің несіменен тісіме ауырып тұрған, азу тісіме осыны апарып жақтым. Тағы 2 рет жаққаннан кейін мен жазылып тісім басылды да, ана тісімнің сол ауырған жері тесіліп кетті. Ауырмайды қазір. Тамақ жеп, тамақ тірі қылса да ауырмайды, түк жетпейді. Мынау өте пайдалы екен. Онан сөйтіп жүргенде мынадан алып қойып жүргенде бір күні мына желкеме бір нәрсе шығып кетті. Қатты томпайып ісіп. Соған 1 ай компресс қойдым. Қоймаған жөнім жоқ. Полкасы бір ай компресс қойдым. Ток басыма аяғында тіпті ұлғайып, ауырып, күйіп жанып, ауыру күшейді. Bir күн түнде ұйықтамай қойдым. Сосын тарғыпынан тұрдым да тағы да осыны жақтым. Осыны жағып жатыр едім, 30 минуттен кейін әк желкем жұмсарып ұйықтап кеттім. Ұйқы көрмей жатқан кісі. Тағы да ертеңінде 3 рет жақтым, өз 3 күн. Әк желкемдегі больницаға барғам, ол приемға жазып, прием біткенше уже мынау желкемді жазып бітті. Жаңа күйіп жанып қақсағаны, әк ісіп тұрғаны бәрі мен жоқ, күшті болды. Сондықтан осыны енді өтте үйге әкеп пайдаланып қойып қою керек екен. Енді мына тамағыңыз ауырса, жөтелсеңіз, мына тұмау келіп қап, тамағың мұрның қышиды ғой. Сол кезде мына кішкене жылы суға езіп ап, ауыз басыңды шайып, тамағың шайып, әуелінде жұта салсаң, әгі тұмауың өршімей басылып қалады екен. Мынау бір енді өте күшті нәрсе екен, сондықтан үйге бір 2-3 алып қойып ішіп жүру керек екен деп саған запастап алдырып отырған себебім осы.